Ассалаумағалейкум, ұртсас қазақ елім. Бүгін мамырдың 27-ші жұлдызы, құрбан айт құтты болсын. Мына біздің Атырау облысы Құрманғазы ауданының көрікті жерлері. Осы жерге мұндай шамдар болса, кіре берісте. Банк қой мына жерде. Банкке түнде алуға келгенде жарық болса, мына жері түнде түсірдім. Енді күндіз түсірейін дегенім ғой. Сосын мына жерлердің бәрі жап-жарық болады. Мына жердің бәрі керемет. Алады да, мына жақта мына жағы бар міне. Мына жағында не жоқ. Жарғас, банктың алдында жарғас. Сосын бүйтіп келеді де, ана жақта да жарғас. Нағыл деп айтатын еді. Кіре беріс, арт жағы бұл деген, әкімшіліктің. Бәрі күшті, бәрі керемет. Мына жерде свет жоқ сосын, міне. Абай мектебі жағынан кіргенде свет жоқ. Жарықтандыру керек деп ойлаймын. Жалпы осы бейнеролигімді мен өзімнің Қазақстаныма арнаймын. Керемет емес, ертең гүл өседі, мына жердің бәрі күшті болады. Түнде келсеңіздер, мына жерде керемет. Жалпы мен екінші телефонмен түсіремін ғой жалпы. Бүгін мына түсірген телефонмен түсіріп жатыр. Білмеймін, мына телефон қалай екен. Дұрыс көрінбейді жалпы. Жақсы емес пе да? Осы жерге отыруға болады. Қайда барамыз дегенде, Атырау облысы Құрманғазы ауданына келіп отырса, осы жерге келіп отырмын. Көрдіңіздер, мынаның бәрі гүлдейді ертең. Жарықтандырса, бағанағыдай төбелесте болмай, жарық болса қорқады ғой бәрі. Түнде мындай түнде отырады міне. Бүйтіп кетеді. Осылай істеуге болмайды міне. Осындайлар түсіремін мен міне, неге жалпы. Жақсы көрінетін заттарды міне. Біреулер келіп отырыпты міне, көрдіңіз ба? Бірақ тазалық бар. Көрдіңіз ғой? Тазалық бар. Осы айтайын дегенім. Біреулер етпей өзім көрінбей жүрейінші. Мына прокуратура, міне мусорды осында саласын. Сиырлар жүр, міне апчакі жүр. Кімдікісің сен? Жақсы емес пе да? Осылай аматта болайық, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Құрбан айт қабыл болсын. Құрбан айт 3 күн тойланады ағайындар. Құрбан айт дегеніміз Аллаға жақындау. Кейбір адамдар пограничник, шекара бақылау қызметі. Ол ертең шекара өзгереді. Мына жер ровдың да басқа жерге салса керемет болады. Шекара бақылау қызметі бар ғой, соның қасына салса кереметтің кереметі бар ағайындар. Соны естісе деп хабарласып жатырмыз, соғып жатырмыз. Аманда ел аман жұрт тыныш болсын. Бізде елде керемет қой жалпы. Көрдіңіз бе? Мынау музей. Аманда еліміз аман жұрт тыныш болсын. Осындайлар бар енді. Айтайын дегенім 3 күн тойланады. Сосын құрбан шалу басталды. Қаздан баса шалынып, сосын ертең 27-сі күні 29 күні ақшамға дейін құрбан шалынады. Аматта болайық, ассалаумағалейкум.